Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рамазан береке айы. Алла тағала өз мейіріммен құлдарына береке нәсіп еткен. Берекенің бастауы ислам, берекенің қайнары Құран. Алла тағала Дұхан сүресінде біз бұл Құранды берекелі түнде түсірдік дейді. Осы берекелі түн Рамазан айының ішінде. Рамазан айының көптеген ерекшеліктері бар. Соның бірі берекелі болуында. Ибн Хузайма Салман Фарсиден жеткізген хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Шағбан айының соңғы уақытында біздерге былай деп айтты: ей мұсылмандар, сондай бір ұлық, ерекше берекелі айдың көлеңкесі түсіп тұр. Осы айда 1000 айдан да ардақты қадір түні бар. Бұл айда Алла тағала күндіздері ораза ұстауды парыз, түндері тарауих оқуды нәпіл қылды. Кім осы Рамазан айында бір жақсылық жасайтын болса, өзге айда парыз жасағандай, парыз орындағандай сауапқа кенеледі. Ал парыз амалын орындаса, өзге айда 70 парыз орындағандай сый-сияпатқа бөленеді. Рамазан сабыр айы, ал сабырдың сыйы жәннат. Рамазан ихсан, жәрдемдесу, теңдік айы. Бұл айда мұсылманның ырзық нәсібесі артып, ерекше береке дариды. Кімдегім осы айда өз қарамағында болған кісілерге жеңілдік жасаса, оның күнәсі кешіріліп, тозақтан азат етілуге мүмкіндік алады. Бұл айдың басы рахым, ортасы кешірім, соңғы жағы тозақтан құтылу уақыты. Кім осы айда қол астындағыларға жеңілдік жасайтын болса, Алла тағала оның күнәсін кешіріп, тозақтан азат етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына 4 нәрсені үзбей үнемі істеңдер. Екеуі Алланың ризалығына жеткізеді, ал екеуінен өздеріңді бас тартпайсыңдар дейді. Алланың ризалығына жеткізетін бірінші ла иляха иллалла деп Алланың бір екендігін үнемі айтып, ұлықтау. Екінші, Алла тағаладан кешірім сұрап, мағфирет тілеу. Ал енді өздеріңде бас тартпайтын нәрселерің жәннатқа кіріп, тозақтан құтылуларың. Кім осы айда ораза ұстаған кісінің қарнын тойғызатын болса, ақыретте менің қауызымнан су ішіп, қияметке дейін еш шөлдемейді деген. Алла тағала осы пайғамбарымыздың айтқан хадисіндегі қасиеттерге лайықты болуды, берекелерге жетуді баршамызға нәсіп етсін. Рамазан айының соңына дейін ораза ұстап шығуға, айтқа аман есен жетіп, келесі Рамазан айына 4 көз түгел болуымызды нәсіп етсін. Ахиру дауанан алхамдулиллахи раббил аламин.